Сәлем баршаларыңа, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай икра салатын дайындап рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Нанмен жеуге өте тойымды салаттың бірі икра салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен баклажанымызды тазартып, одан кейін чесногымызды да тазартып алып, тазаланып тұрған сәбізімізді осылай ұзыншақ қылып турап, одан кейін осылай кубиктап турап аламыз. Менің каналыма әлде де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып кетіңіз. Және де өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетсеңіз болады. Осылай барлығын турап дайындап аламыз. Осылай екі жуамызды да кубиктап турап аламыз. Одан кейін болгар бұрышымызды ішіндегі дәнін тазалап, жақтылап жуып, осылай кубиктап турап аламыз ұзыншақ қылып. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, сәбізімізді салып, жуамызды салып, кішкене қуырмалап аламыз. Одан кейін болгар бұрышымызды салып, кішкене тағы қуырмалаймыз. Енді помидорымызды жуып тазалап, осылай кубиктап турап аламыз бұнда. Мінекей турап алған помидорымызды енді қазанымызға саламыз. Кішкене тұз салып, осылай қуырмалаймыз. Енді баклажанымызды осылай ұзыншақ қылып, кейін осылай кубиктап турап дайындап аламыз. Енді осыны осылай қазанымызға салып, жақсылап қуырмалаймыз. Чесногымызды осылай ұсақтап турап, үстіне саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, бір қайнатып аламыз. Одан кейін дәміне қарай бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, лавр жапырағымызды салып, кішкене қайнатып аламыз. Алдын ала банкілерімізді жуып, жақсылап тазалап, буға стерлдеп қоямыз. Мінекей біздің икра салатымыз дайын. Осылай стерленген банкімізге осылай жылы күйінде құйып жауып аламыз. Мінекей біздің икра салатымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Және комментарий жазып, өз пікірлеріңізді айтып кетіңіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.